Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сізбен бала күнімнен дәмін татып, жылда ішіп жүрген анамның дайындайтын наурыз көжесінің рецебімен бөлісемін. Наурыз көжені жасайтын күннен бір күн алдыңғы түнде жүгері бидайды қайнатып, бетін жауып бұқтырып қойған болатынмын. Сонда таңертең жарылып, сәл жұмсарып тұрады. Бұл жерде 13 адамға дайындағанмын. Алдымен сары жүгері, ақ жүгері, бидай үшеуін тазалап аламыз. Сосын суға жуып тазалаймыз. Есіңізге сақтаңыз, жүгері де бидай да пісіп жарылғаннан кейін көбейеді. Көп салып қойып, көжеңіз қоюланып қалмасын. Сары ақ жүгеріні бөлек ыдысқа, бидайды бөлек ыдысқа салып жеке қайнаттым. Сіз бірге қайнатсаңыз болады. Судың көлемі жүгеріге 3 литр, бидайға 1 литр су құйдым. 1-1,5 сағат өткеннен кейін астындағы отты өшіріп, бетін жауып, таңға дейін бұқтырып қойып қоясыз. Келесі күні қазы немесе сүрленген етті тазалап жуып, суға салып қайнатамыз. Көбігі бетіне шыққаннан кейін міндетті түрде сүзгішпен тазалап көбігін аламыз. Қайнағаннан кейін қазыны осылай тесіп қойсаңыз, арасы жақсы піседі. Сковородкаға аз мөлшерде май құйып, пиязды сарғайтып қуырамыз. Көжеге қуырып салсақ, дәмі әдемі болады. Пиязды ұнатпайтындарға жақсы вариант. Пиязды салып араластырамыз, тұзын көреміз. Етіңіздің тұзы болып қалуы да мүмкін. Тұз аз болса саламыз. Алдын ала дайындаған жүгері мен бидайымызды біріктіріп, үстінен 1 литр сүт құямыз. Менде магазиннің сүті болды, сізде қолдың сүті болса жақсы болады. Астындағы оты орташа болуы қажет және қайнағанша өте жиі қозғап тұрамыз. Қозғамасақ асты күйіп кетеді. Қолдың сүті болса өте тез күйуі мүмкін. Ет қазы піскеннен кейін турау үшін сорпадан сүзіп алуымыз қажет. Менікі осылай бөлініп кетті. Қазыны етті сүзіп аламыз. Сүтте тұрған жүгері бидай қайнағаннан кейін сорпаға қосамыз. Осылай наурыз көже дайындағанда айран құрт қосып қояды. Алдын ала қоссаңыз, сол ыстықтай ішкенде дәмді болады. Бірақ 2-3 сағат өткеннен кейін тез ащы дәм шығатын болады. Сондықтан әр адам өз ыдысына қосып ішкен жақсы. Еттерді турап қайта сорпасына саламыз. Барлығы жұмсарып піскенге дейін қайнатасыз. Жиі қозғап тұру қажет. Піскеннен кейін қамыр жайып, кеспе салып жіберсеңіз, одан да керемет дәмді болады. Қамыр 5-7 минутта піседі. Наурыз көже сонымен дайын. Асықпай барлығын толық түсіндіруге тырыстым. Осы менің рецебіммен дайындап көріңіз. Дәмі отбасыңызға ұнайтынына сенемін. Ас дәмді болсын және ниетіңіз қабыл болсын.